Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу ұйымдастырған оқу қызметін бастаймыз. Жарқырап күн де ашылды, айналам нұрға шашылды. Қайырлы күн, біз көңілді баламыз, бас иіп сәлемдесіп аламыз. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену. Балалар, осы көңіл күймен бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметімізді жалғастырайық. Балалар, біз бұған дейін сызбаларға қарай отырып, сөйлем құрап үйрендік. Ендеше балалар, кәнеке еске түсірейікші, берілген суреттерге қарап, сөйлем құрастырайық. Кәнеке суретке қарап, сөйлемді құрастырамыз. Бұл жерде сендерге екі сызба берілген. Демек, сөйлем екі сөзден құралған. Қарлығаш ұшты. Жарайсыңдар. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде екі сөзден құралған сөйлемнің сызбасы берілген. Кәнеке ойласайықшы. Қоян жүгірді. Жарайсыңдар балалар. Сөйлемнің соңында нүкте қойылған. Балалар, есімізде сақтайық. Сөйлем белгілі бір тиянақты ойды білдіреді. Балалар, бүгін біз тыныс белгісінің бір түрі сұрақ белгісімен танысатын боламыз. Сұрақ белгісі дегеніміз жауап алу мақсатында айтылатын сөйлемге қойылатын тыныс белгісі. Ал тыныс белгісі мынадай болады. Назар саламыз, мұқият қарап аламыз. Енді мына берілген суреттерге қарай отырып, сұраулы сөйлем құрастырайық. Айдананың сүйікті ойыншығы қандай? Кәнеке жауабын анамызбен бірге ойласамыз. Иә балалар, суретте берілгенде Айдананың сүйікті ойыншығы жұмсақ аю екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі суретке қарайық. Айдана қайда ұйықтайды? Кәнеке ойласамыз. Айдана керуетте ұйықтайды. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, сендерге берілген суреттерге қарай отырып, саусақ жаттығуларын жасаймыз. Жазуға қолымызды дайындаймыз. Сендерге берілген мына бір әдемі өрнектерді дәптерімізге түсіреміз балалар. Осымен бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.